Бұл әңгімені тыңдап болғасын мені жазғырып өсейтіндер де табылар, алайда әркімнің басына берген тағдыры бар. Біреу әйелдік бақытын басынан аяғына дейін өткерсе, біреу жолдасынан ажырап әртүрлі сынаққа ілігеді. Жасым 45-те. Күйеуімнен 40 жасымда айырылып қалдым. Бірақ жолдасымның ата-анасымен қалуды жөн көрдім. Күйеуім Базарбек жүрегі ауырып 2 рет ота жасалып бізден ерте кетіп қалды. Күйеуіммен соңғы 2 жыл ауруханамен 2 ортада жүрдік. Жолдасымның нәзік жылуын көрмегелі сонда жалпы 5 жыл болыпты. Былтыр жалғыз қызымызды ұзатқан болатынбыз. Үйде қазір мен және ата-енем. Мен жас келіншекпін, кемпір болып тұрған ештемем жоқ. Түн болса күйеуімді сағынып, аңсап, неше түрлі ойлар кетеді. Кейде шыдай жыл алақаныммен жылынып, 2 анарымды қысып, саусағымды жүгіртетін болдым. Бірақ ердің айғорындай болмайды ғой. Ер адамның иісі бөлек, тәні қолдары бөлек. Жақындарым, құрбы-құрдастарым әлі күнге дейін айтып жүрді: Назикөш, кетсейш бөлек, сен жасың, өміріңді жалғастыр, отау құр. Жалғыздық пендеге жараспайды деп. Бірақ ата-енем жібергісі келмейді. Тамыз айында көрші ауылдағы құрбымның туған күн кешіне бардым. Үстіме өзіме қатты ұнайтын жасыл шифон көйлегімді кидім. Шашымды сәл укладка жасадым. Аздап кешігіп бардым. Барсам қонақтар отырып қойыпты. Кеш қызу үстінде. Бәріміз жақсы тойладық. Биледік, мен аздап грузин виносынан алып отырдым. Сыртқа салқындап ауаш-туға шыққанымда артымнан құрбымның қаладан келген қайнағасы Мақсұт шықты. Назикөш, салқын тиіп қалмасын. Тым жеңіл киінгенсің, терлеп шығуға болмайды деп өзінің жемпірін жапты. Маған күлімсіреп қарап менің иығымнан сипат. Мен мән бермедім. Сағат түнгі 1-дің шамасы болыпты, үйге қайтуға асығып алаңдадым. Қонақтар да неге асығасың, енді көңіл көтеріп бастадық деп тоқтатты. Жақсы деп тағы 1 сағатқа қалдым. Сағат 2-ден кете үйге жиналдым. Артымнан Мақсұт шығып мен апарып тастайын деп көңіл білдірді. Мен қарсы болмадым, себебі такси шақырғалы жатырдым. Қара ладасына отырып жолға шықтық. Жол бойында әңгіме айтып, прикол ұстап, қалай үйге жеткенімізді байқамай қалдық. Өзі көңілді сөйлеп қалған азамат екен. Ауланың жанына тоқтадық. Мақсұт, рахмет үйге жеткізгеніңе деп ризашылығымды білдіріп, машинадан түскелі жатқанымда қолымнан ұстап тоқтатты. Назикөш, сәл кідірсеңші отырайық, әңгімелесейік, сенің қасыңда қалғың келіп тұр деп көзіме тіке қарады. Мен де қала тұрғым келді, бірақ ішімде бір алаңдау, сенімсіздік болып үйге кіріп кеттім. Кіргеннен кейін өзімді ұрса бастадым іштей. Назикөш, көптен аңсап жүрген тәтті витаминді неге алмадың? Неге жас қыздай сызылдың деп жазғырдым. Мақсұт ұзын бойлы, кеудесі кең, ірі келген қара мұртты жігіт. Жасы 47-де. Қалада отбасы, бала шағасы барында білемін. Құрбым ол туралы анда-санда айтатын, қаладан қайнағам келіп жатыр отбасымен деп. Келесі күні бойы Мақсұтты ойлап жүрдім. Сұқайта WhatsApp-ыма хабарлама келді, ашып қарасам, Мақсұт жазған екен. Құрбымнан номерімді сұрап алған екен, машинамда бір затын ұмытып кетіпті, апарып берейін деп өтірік айтқан екен. Кешке келемін, кездесейікші, ертең үйіме жол жүремін. Сені көргім келеді деп жазған. Мен де сол сөзді күткендей көп ойланбадым. Жақсы, кешкі 10-ға қарай кел деп жазып жібердім. Кеш жақындаған сайын қобалжып, бетім қызып, жас қыздай алаңдап жүрдім. Кешкі 10 болды. Мен киініп, боянып, туған күнге киген көйлегімді кидім. Машинаға отырып ауылдың шетіне қарай барып тоқтадық. Мақсұт маған бос қол келмедім деп жымиып тәттілер, жеміс-жидек пакетпен ұсынды. Гүл сататын жер таппадым ғой деп жымиды. Мен оның бұл әрекетіне іштей риза болдым. Мақсұт сыра ішті, мен аздап қызыл іштім. Екеуміз тағы әңгіменің буына батып күліп прикол ұстап, қалай 2 сағаттың өтіп кеткенін байқамадым. Назикөш, қатты ұнайсың, кездесіп жүрген адамың бар ма? Деп сұрады. Мен ешкімің жоқ екенін жасырмадым. Ол мені құшақтап ілтипатын таныта бастады. Мен көптен ердің қолын көрмеген, басымнан аяғыма дейін ыстық қан жүгіріп, бойымды қызу бөледі. Мақсұт менің көптен болмағанымды бірден сезді. Қалай болғанда да үлкен еркек, бәрін сезеді ғой. Назикөш, артқа отырайықшы деп, салонның арт жағына ауыстық.
Мені алдына отырғызып, екі алақанымен екі бөлкемнен қысып-қысып өзіне тартып еркелетті. Мен де бос отырмай, жаймен қозғалып айғырына киімнің сыртынан үйкештеп биледім. Ол да дыбыстап қатты демалып жіберді. Екі анарымнан кезек-кезек тәттіледі. Менің қолымда айғырына апарды. Көке қыз, қарашы сені қалай қалап тұр деп қауғадай Сайманбегімен менің Ақгүліме соғып ойнақтатты. Қыздай болып тарылып қалған Ақгүлге үш ұрғылағанда әрең кірді. Қандай қыздай едің деп аз уақытта дәруменін жіберді. Мен тоймай қалдым, алып үлгермедім, ол байқады. Шамалдан кейін тізгінді алып қайта ойнады. Сайманбегі сусылдап ұрғылау басталды. Екеуміз нәзік ойын шыңына әбден бөлендік. Келесі күні ол қалаға отбасына кетті. Анда-санда осылай келіп тұруды әдетке айналдырды. Маған ақшалай да, тамақтай да көмегін аямайды. Қолы ашық, жүрегі кең. Қолынан бәрі келеді. Кейде қалжыңдап некеге тұрайық, маған торсықтай бала көтерсеңші деп те қалжыңдайды. Мен жетісіп қуанып отырған ештемем жоқ. Өмір болғасын басқа бергенін көреміз ғой. Әрине басы бос, үйленем деп тұрған адам кезіктірсем, артыма бұрылмастан шығам да кетем.